Құрметті менің гүлсүйгіш достарым, сіздерге мынау тұқымнан шыққан гераньды көрсетейін деп отырмын. Енді әлі шығуға ерте ғой. Бұны тек қана мен 24 январда ектім. Мына герань гүлдерін, мына тұқымдарын алып, герань енді жылдам өседі. Екінші, үшінші күн дегенде уже семенасы жарылып, тамырларын беріп өсе бастайды. Содан кейін кішкене құттай бойларын көрсетіп, мынандай екі жапырақ бергенде мен пикировать еттім де. Каждый стаканға 5 февральда. Бүгін 9 февраль, 4 күн болды пикировка жасағаныма. Міне герань гүлдерін егіп, мен қазір пикировка жасап қойдым, және күйеуім маған мынандай етіп жасап берді. Подсветка жасап, мынау екі ортасы 30 сантиметр болу керек. Осы 30 сантиметр өлшеп, мына жерге шкафымды қойып, мен қазір подсветка жасап, енді соменен бірінші рет жасап жатырмын. Қазір енді күн аз ғой. Сол себептен бұларға қазір жарық керек. Түнде сөндіріп қоям, таңертең 9-дан кешке 11-12 жатқанша свет осы жанып тұрады. Осы светтің астында өседі. Енді бұл жерде герань, сосын мына жерде гранат егіп едім. Гранатты да пикировка жасап қойдым. Қазір міне мынандай болып. Өзі ішінде 5 штук, 5 штук да шықты. Домашний гранат қой. Соны егіп, екеуіні үлкенде кішкене гашуки ектім, қалған үшеуін де ектім. Мынандай домашний гранат. Несъедобный, комнатный гранат бэби сорт. Несъедобный, жейтін емес, әдемілік үшін. Енді жеп жүрген гранатымызды да егіп істеуге болады екен, бірақ мен мына тұқымын сатып алғасын егіп қойдым. Қазір енді пикировка жасап, бұны да осы светтің астында ұстап отырмын. Так, мынау катарантус, сабағы өте жіп-жіңішке. Катарантус гүлінде де міне егіп, қазір осы лампочканың астына қойып өсіріп жатырмын. Сіздерге осыны көрсетейін дегенім. Так, мына жерде мынау оксалис, кислица. Кислица енді шығып жатыр еді, мынандай болып тұр. Білмеймін, қазір жабық тұр ғой, енді жапырағы күндіз бабочка құсап, көбелек құсап ашады. Бұл да картошкадан шығатын. Бұл демалып ұйқыға кетеді ғой, бұлда да демалып шығып тұрған кезі. Так, мынау глаксинияның кішкентай картошкасы, соны салып қойып едім, әлі шыққан жоқ. 27 январда салдым. 27 январ, 9 бүгін, әлі 12 күнде болды, бірақ әлі ештеңе қозғалған жоқ, ұйықтап жатыр, бірақ светтің астына қойып қойдым. Шығар, шыққасын бұны да көрсетермін. Міне осындай жаңалық. Пеларгония герань гүлдерім қазір 3 жапырақ болып беріп жатыр. Арғарай енді наблюдать етіп, суын беріп өсіреміз. Менімен бірге болыңыздар. Көптен видео салмай қалғаныма кешірім сұраймын. Бұл гүлден басқа да әртүрлі менің жұмыстарым бар, енді соменен кішкене қалып қояды. Бірақ салып отыруға тырысамын. Комментарий жазып, сұрақ қойып, менімен бірге атсалысып жатқан қыздарға мен көп рахмет айтамын. Гүлдеріңіз жақсылап өсе берсін. Заман тыныш болсын. Жақсылықтар бола берсін. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.